Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бүгінгі тақырып мейіз. Мейіз сізге пайдалы ма? Мейіз дегеніміз не? Мейіз түрлі дертке шипа. Мейіздің пайдалы қасиеттері ежелгі Қытай елінде жақсы білген екен. Оның қасиеті құрамындағы минералдар мен құнарлы заттарға байланысты. Мысалы, бета-каротин және каротиноидтар дәрумендері мен кальций көздің көру қабілетін сақтап қабынудан қорғайды. Мейіздегі фенолды қоспалар қатерлі ісік жасушаларының өсуін тоқтатады. Сондықтан мейізді кез келген жеміс десерті мен жеміс нәрсуларына қосуға болады. Мейіз жасындыққа бай болғандықтан асқорту жүйесінің қызметін жақсартып қалпына келтіреді. Сондықтан іштің қатуын болдырмайды. Кептірілген жеміс құрамында бор есте сақтау қабілеті мен зейін қоюды жақсартып, жүйке жүйесі ауруларының алдын алады. Қара мейізде темір және В дәрумені көп. Бұлардың ағзадағы жетіспеушілігі қаназдық дертіне алып келеді. Кептірілген жемістің жарты кесесінде темірдің ағзаға қажетті 5% мөлшері бар. Ем-дәм ұсынатын адамдар үшін мейіз тәттілерді алмастыра алады. Мейіз ішіндегі жасындық тіс бетін тазалап, қызыл иекті нығайтады. Ал қышқылдар ауыз қуысындағы бактерияларды жойып, тіс шегінің пайда болуының алдын алады. Мейіз ағзадағы холестерин мөлшерін азайтып, жүрек қан тамыр жүйесінің жағдайын жақсартады екен. Мейіз деп аталатын бұдырланған сары, қоңыр немесе күлгін күріш бұл күнде немесе тамақ сусыздандырғышта кептірілген жүзім. Мейіз қай жерлерде жиі қолданылады? Салат толтыру ретінде, сұлы майын араласады, йогурт, гранула немесе жарма түрінде. Сіз оларды дәмді печенье, нан және кастрөлдерде пісірген боларсыз. Кішкентай мөлшеріне қарамастан мейіз энергияға толы және талшыққа, дәрумендер мен минералдарға бай. Мейіз табиғи түрде тәтті және қант пен калорияға ие. Бірақ олар қалыпты жағдайда жеген кезде біздің денсаулығымызға пайдалы. Шын мәнінде мейіз ас қорытуға көмектеседі, темір деңгейін арттырады және сүйектеріңізді мықты ұстайды. Келесіде сіз кәмпиттер мен тәттілерді алғыңыз келсе, сіздің мейірімділігіңізді қанағаттандыру үшін кейбір мейізге балқытқаныңыз жөн. Сіздің денеңізге зор пайда әкеледі. Қант және калориялар. 1,5 кесе мейізде шамамен 217 калория мен 47 грамм қант бар. Анықтама үшін 12 унцияға арналғанда сода брендке байланысты шамамен 150 калория және 33 грамм қант бар. Осы себептен мейіз дәл калориялы немесе қанттың төмен мөлшері болып саналмайды. Сондықтан олар кейде табиғат кәмпиттері деп те атайды. Қант пен калорияның көп мөлшері кептірілген жемістерге тән. Сондықтан бір отырыста қанша мейіз жейтіндігіңізді бақылау маңызды. Мейіз көбінесе әрқайсысы шамамен 100 калориядан тұратын кішкентай бір кісілік қорапшада сатылады. Егер сіз бөлшектерді басқаруға байланысты проблемаларыңыз болса, тұтынуды бақылау үшін осы алдын ала оралған мейізді сатып алыңыз. Шыдамдылыққа ие спортшылар үшін мейіз қымбат спорттық шайнаулар мен гельдерге тамаша балама. Олар сізге қажет көмірсулардың тез көзін ұсынады және сіздің жұмысыңызды жақсартуға көмектеседі. 2011 жылы жүргізілген зерттеуде мейіз спорттық және бұршақтардың және бренді сияқты тиімді және орташа қарқындылыққа төзімді жаттығулармен айналысатын спортшылардың жұмысын жақсартуда тиімді екендігі анықталды. Талшық. 1,5 кесе мейізге жасыңыз бен жынысыңызға байланысты 3,3 грамм талшықты немесе күнделікті қажеттіліктің шамамен 10-24% береді. Талшық нәжістің салмағы мен мөлшерін жұмсарту арқылы көбейтуге көмектеседі. Көлемді нәжіс оңай өтеді және іш қатудың алдын алады. Сондай-ақ талшық сізді ұзақ уақытқа сақтауға көмектеседі. Өйткені бұл сіздің асқазаныңыздың босатылуын баяулатады.
Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе, талшықты тағамдарды жеу пайдалы болуы мүмкін. Сондай-ақ, талшық холестерин деңгейінде маңызды рөл атқарады. Диеталық талшықтар жаман төмен тығыздықты липопротеин типінде холестерин деңгейін төмендететіні белгілі. Темір. Мейіз жақсы темір көзі. 1,5 кесе мейізде 1,3 мг темір бар. Бұл ересек әйелдердің көпшілігі үшін ұсынылатын тәуліктік мөлшерінің шамамен 7%, ересек еркектер үшін 16%. Темір қызыл қан клеткаларын жасау үшін маңызды және олардың денеңіздің жасушаларына оттегіні тасымалдауға көмектеседі. Темір тапшылығы анемияның алдын алу үшін сіз темірді жеткілікті мөлшерде жеуіңіз керек. Кальций және бор. Мейізде 1,2 кесе үшін 45 мг кальций бар. Бұл сіздің күнделікті қажеттіліктің шамамен 4%-ын құрайды. Кальций сау және мықты сүйектер мен тістер үшін қажет. Егер сіз постменопаузалық әйел болсаңыз, мейіз сіз үшін керемет тағам. Себебі кальций остеопороздың дамуына жол бермейді. Бұл сіздің жасыңызда пайда болатын сүйек жоғалуымен сипатталады. Бұған қосу үшін мейіз құрамында микроэлементтердің бор мөлшері көп. Бор сіздің сүйектеріңіз бен буындарыңызды сау ұстау үшін Д дәруменімен кальциймен жұмыс істейді. Сондай-ақ остеопорозды емдеуде маңызды рөл атқарады. Антиоксиданттар. Мейіз фитолиттер мен полифенолдар сияқты фитонутриенттер деп аталатын табиғи түрде пайда болатын химиялық заттардың ерекше көзі. Бұл қоректік заттар антиоксиданттар болып табылады. Антиоксиданттар қандағы бос радикалдарды алып тастауға көмектеседі және сіздің жасушаларыңыз бен ДНК-ға зиян келтірмеуі мүмкін. Бұл рак, жүрек ауруы және инсульт сияқты ауруларға әкелуі мүмкін. Микробқа қарсы қосылыстар. 2009 жылы жүргізілген зерттеулерде мейізде сау тістер және қызыл иістерді насихаттайтын фитохимиялық заттар бар екендігі айтылған. Мейізде кездесетін фитохимиялық заттар соның ішінде олеан қышқылы, линол қышқылы және линол қышқылы аузындағы қуыстарға әкелетін бактериялармен күреседі. Басқаша айтқанда, қантты жеңіл тағамдардың орнына мейіз жеу сіздің күлімсіреуіңізді сау күйінде сақтайды. Өз мейіздеріңізді жасап көріңіз. Өз мейізін жасап көргіңіз келе ме? Бұл қарапайым. Біріншіден жүзімді аласыз. Екіншіден үлкен сабақтарды алыңыз. Оларды салқын суға жуыңыз. Оларды науайға қойып, құрғақ шуақты күнде науаның сыртынан орнатыңыз. Науада ауа айналымы үшін тесіктер немесе жарықтар болса жақсы жұмыс істейді. Күн сәулесінің түсуіне жол бермеу үшін жүзімді бұрыңыз. 2-3 күнде сіздің мейізіңіз дайын болады. Келесі қадамдар. Мейіз құрамында пайдалы дәрумендер мен минералдар бар. Олар сонымен қатар майсыз және холестеринсіз, антиоксиданттар көп және талшықтың тамаша көзі болып табылады. Мейіз сізге көмектесе алады, іш қатуын жеңілдетеді, анемияны болдырмайды, күшті сүйектерді салу және сақтайды, тістеріңізді қорғайды, қатерлі ісік пен жүрек ауруының қаупін азайтады. Мейізде қант жеткілікті. Ол сізге қуат береді және көптеген адамдар үшін пайдалы диетаға керемет қосымша болады. Егер сізде тәтті тіс болса, денсаулыққа зиянды қант тағамдарын мейізге ауыстыруы туралы ойланып көріңіз. Әрине, кез келген кептірілген жеміс сияқты тым көп тамақтану олардың қант мөлшері мен калориялы көп болғандықтан зиянды болуы мүмкін. Мейізді рационға қосудан қорықпау керек, бірақ оны бір уақытқа бірнеше уыс етіп ұстаңыз.